Біз адамдарға осы уақытқа дейін қаржылық сауаттылықты үйренуді міндетті деп айтамыз ғой, айтып жүрміз, адамдарға міндетті екенін айтып жүрміз. Неліктен дейсіз ғой, біз осы қаржылық сауаттылықты үйрету барысында адамдардың бойындағы 9 симптомды анықтауға көмектесеміз. Жалпы адамның бойында айтады ғой, симптом деген сөз жалпы медицинаға қатысты сияқты болып естілгенмен, адамның ішкі ақшаны ысыраптап жіберуінің соған себеп болатын 9 симптом болады екен. Яғни бұл ауру, адамның негізі ауруы. Сол сияқты соның біреуін айтатын болсақ, бір-екеуін айтатын болсақ, қазір адамдар өзінің шығындары не нәрсеге байланысты көбейеді дейтін болсақ, айналып келгенде оның табысының көбеюіне байланысты шығындары көбейеді екен. Мысалға 9 симптомның біреуін айтатын болсақ, адамның миы кейбір одноразовый деп айтамыз ғой, бір реттік қолданатын нәрселерді есептемейді екен адамның миы. Мысалға сіз телефонға 2000-2500 мың теңге айына жұмсайсыз негізінде. Ол бір. Екіншіден, сіз үйге кірген кезде бір үйге семьяңызға кірер кезде бір 500 теңгеге, 1000 теңгеге бір күнде бір зат алып кіресіз, дұрыс па? Сосын проездке жұмсайсыз, күнделікті жүріс-тұрысыңызға жұмсайсыз, көшеден тамақ іше саласыз. Сол сияқты нәрселерді адамның миы есепке алмайды екен да, сөйтіп өзі қанша бір 200 мың теңге, 300 мың теңге тапса да, айналып келгенде бір айдың ішінде жүздеген мың теңгелерін сондай бір адамның көзіне көрінбейтін нәрселерді жұмсап қояды екен. Ол бірінші симптомы. Тағы бір симптом бар. Адам өзіне қолына тимеген ақшаны жұмсап жібереді. Ол қандай? Оны жалған үміт деп айтады. Жалған үміт деген сөз, сіз біреу сізге бір ақшаны әкеліп беру керек, немесе сізге біреу қарыз, сол қарызды қайтарады ғой деп ойлайсыз. Болмаса сіздің бір қандай да бір кәсібіңіз болуы мүмкін. Мысалға біреу сізге заказ алды, сіз сол заказды беруіңіз керексіз, содан ақшасын алуыңыз керексіз. Бірақ сіз қолыңызға ол ақша тиген жоқ. Тимесе де сіз сол ақшаны есептеп, ертең маған бір қандай да бір 50 мың теңге түседі ғой, немесе бір 100 мың теңге түседі ғой дедіңіз да, сіз бір нәрсені алайын деп жатқан кезде, сол өзіңіздің қолыңызға тимеген ақшаны жұмсап жібердіңіз. Былай айтқанда, жұмсап жібердіңіз деген сөз, сіздің үйіңізде бір сақталып тұрған қандай да бір 100 мың теңге болатын болса, бір 80 мың, 90 мың теңгенің бір затын көріп тұрдыңыз да, сол ақшаны ертең орнын толықтырам дедіңіз да, сол ақшаны жұмсап жібердіңіз. Бірақ алайда ертең сол ақша сізге келмей қалған болуы мүмкін да. Көрдіңіз ба? Енді сол ақша келмей қалған болатын болса, бұның орнын толтырам деп сіз тағы да тыраштан жұмыс істеу керек болады сізге. Тағы да бір нәрсе, мысалға біреу айтады, бір адам айтады, айлығыңыз қанша десем, 250 мың дейді, 300 мың деп айтады. Кейбір адамдар үшін сол 200 мың, 300 мың теңге бір қандай да бір жетістік болуы мүмкін, айлығым көп деген сияқты мөлшеріне қарауы мүмкін. Сосын ол адамның санасында 300 мың теңге деген бір сан тұрады да, ол қандай да бір дүкенге кіретін болса, магазинге кіретін болса, бір 70 мың теңгенің затын көріп қалатын болса, былай деп айтады: 300 мың теңге табамын ғой мен. Бұл зат 70 мың теңге тұрады екен, мен оны алам дейді. 300 мың теңгенің қасында ол ештеңеде тұрмайды деп айтады. Дұрыс па? Оны алып алды. Ертеңіне тағы да мысалға әйелмен бірге дүкенге кіріп, әйелі бір көйлекті ұнатып қалды. Мына көйлекті алып бересің ба десе, ол көйлек бір 100 мың теңге тұратын болса, оның санасында айналып келгенде бағанағы табатын 300 мың теңге табамын ғой дейді. Сол 300 мың теңгені есептеп, 300 мың теңге табамын ғой мен. 100 мың теңгеге көйлек не тұрады деп оны ала салады. Сөйтіп баласы сұрайды, мысалға айтады, маған бір қандай да бір ойыншық алып берші десе, ойыншық қанша тұрады десе, 20 мың теңге дейтін болса, мен 300 мың теңге табамын ғой дейді, сол 20 мың алады. Сөйтіп есептеп келіп қарағанда, ақшаның қалай жұмсалып кеткенін білмей қалады да, ақша қолдың кірие, ақша суие деген сияқты сөздерді көбі айтады адамдар. Сондықтан да осы бір 9 симптом бар, кең таралып кеткен. Сол кең таралып кеткен 9 симптомдарды біз анықтап адамдардың бойынан, соларды қалай емдеу керек, өзінің емі бар. Емі бар деген сөз, сол кетіп жатқан қалта тесігі дейді ғой, қалта тесігінен кетіп жатқан шығындардың барлығын тоқтатпайынша сіз не істемейсіз, ол нәрсені қанша тапсаңыз да сонша жұмсай бересіз. Енді айтамыз біздер, қаржылық сауаттылықты меңгерудің міндет адамдарға
айтамыз, міндетті түрде үйрену керек деп айтамыз. Не үшін? Өйткені сіз 8 сағат жұмыс істегенмен 24 сағат оны шығынбайсыз. Ол біріншіден. Екіншіден, өмірдің құны күн сайын көбеюде, қымбаттауда. Қазір күн сайын қымбаттап жатыр. Сіз оны үйреніп алмайынша, сіздің шығындарыңыз шыға береді. Үшіншіден, қарызға кіріп жатқан адамдардың саны өте көп. Қазір қарызға қаншама адамдар кіріп кеткен, оның шығудың жолдары мен ойлап жатқан жоқ. Қалайда сол қарыздарды жабамын деп екінші қарыз алып, үшінші қарыз алып жатыр да. Кредиттер оңай берілгені сонша, адамдар сол кредиттерді алу арқылы бірінші қарызды жабамын деп екінші қарызға қайтадан кіріп жатыр. Төртіншісі, қазір адамдар көне біліммен өмір сүріп жатыр. Қазір көнеше сақтау жолдары, оның ата бабасынан келген болуы мүмкін, ата-анасынан келген болуы мүмкін, сол тәсілдермен ақша сақтаудың тәсілдерін пайдаланады. Бесіншісі, жаңашыл өмірге адамдар тез бейімделіп кете алмайды. Өйткені жаңашыл өмірге бейімделу адамдарға бұрынғы білім қазіргі адамдардың істеп жүрген тәсілдеріне ешқандай төтеп бере алмайды. Сондықтан жаңадан келген білімді алып алу керек.